Алдар көсе және байдың баласы. Ертеде Алдар көсе деген айлакер тапқыр жігіт болыпты. Оның есімі жұртшылық арасында кеңінен танымал болған. Ол әрдайым әділдік үшін күресіп, кедей-кепшіктерге көмек көрсетіп, зұлымдықты жеңіп шығатын. Бір күні ол бір ауылға келіп, сол жерде қызықты оқиғаға тап болады. Бір ауылда байдың мақтаншақ әрі зұлым баласы болыпты. Ол барлығына үстемдік көрсетіп, әлсіздерді мазақ етіп, жұрттың мүлкін тартып алып жүреді екен. Ауыл тұрғындары оның қорлығынан қатты шаршапты, бірақ оған қарсы тұруға батылдары жетпейді. Алдар көсе бұл жағдайды естіп, әділдік орнату үшін сол байдың баласын жазаламақшы болады. Алдар көсе байдың баласын алдап, оған ескі тозған киімін киіп, кедей болып көрінген. Ол байдың үйіне барып, өзін байлардың арасындағы ең бай адам ретінде таныстырады. Байдың баласы оны көріп таңырқап қалады. Алдар көсе байдың баласын өзінің байлығын көрсетуге шақырып, үлкен той жасамақшы болады. Той кезінде Алдар көсе байдың баласына өзі ойлап тапқан бір айламен барлық қымбат алтындарын, бұйымдарын жинап алуды ұсынады. Байдың баласы Алдар көсенің сөзіне сеніп, барлық байлығын бір жерге жинайды. Сол сәтте Алдар көсе сол байлықты алып, оны ауыл тұрғындарына таратып береді. Байдың баласы ештеңе түсінбей қалып, халыққа көмек берген Алдар көсені алдай алмайтынын түсінеді. Содан бері ауыл тұрғындары Алдар көсенің тапқырлығын, әділдігін мадақтап, оны әрдайым естерінде сақтайды. Ал Алдар көсе болса өз жолын жалғастырып, әрдайым әділдік үшін күресіп, зұлымдықты жеңіп шыға береді.